Кей адамдар, бой тұмарлар мен амулеттер адамды жамандықтан сақтайды, қауіптің бетін қайтарады, ауру сырқаудан қорғайды, адамның жолын ашады деп санайды. Алайда бұл қате пікір. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемімен игілігі болсын былай деген: кімде кім амулет, тұмар тақса, Аллаға серік қосқан болады. Көріпкел дейді, бақсы дейді, қасиетті адам дейді. Сіз сондайға барасыз. Кейін ол көріпкел сізге: мына тұмарды тастамай мойнында тағып жүр. Бұл тұмардың ішінде Ясин сүресі, Құранның сүресі жазылған дейді. Тұмарды ашып тексеріп көрсек, расымен Ясин сүресін табамыз. Ясин сүресі жазылған. Басынан аяғына дейін, аяғынан басына дейін. Алайда мәселе мынада жатыр. Жоғарыдан басталған жағында аяттар жазылған. Аяғынан басына қарай қарасақ, ол жерде де аяттар жазылған. Ал мынау орта тұсы Құран аяттарына мүлдем қатысы жоқ. Мынау орта тұсында жын шайтанның есімдері жазылған. Тұмарлар мен амулеттердің түрлері әртүрлі. Сіздерге бірнеше мысалын көрсетейік, мұқият назар салыңыз. Қазір сіздерге мынаның ішіндегі нәрсе сиқыр екенін дәлелдеймін. Сізді еш нәрседен қорғамайды. Сыртына қарасақ жылтыр, таза. Сыртында Алла деп жазылған. Алла деп жазылған болса да, ішіндегі дүниесі серік қосуға апарады. Тұмардың бұл бір түрі. Келесі түрі осындай, матаның ішінде болады. 3 бұрыш, 4 бұрыш ішінде. Сізде осындай болуы мүмкін. Бойынға асып тақ, немесе қолға байла, аяққа, немесе ішіне байлап қой деуі мүмкін. Бүкіл жағдайға қатысты пайдасы бар. Құрсақ көтересін, жамандықтан қорғайды дейді. Арасында бұның өзі жамандық, зиян зат. Тұмардың, амулеттің ішінде не барын көрейік. Ал көрейік, сіздерге көрінеді ма жоқ па білмеймін. Мынау шеңберлер салынған. Түрлі сиқыршылар бұл шеңберлерді қалқан іспетті қорғайды деп сендіреді. Қарайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп жазған. Бірақ назар салсаңыз, кесте салынған жердегі сөздерді жапсырып, жасырған. Ішіндегі әріптерді жапсырып қойған. Мынау ха, син, я, ба әріптері. Мұнда сандар жазылған. Көрінеді ме сіздерге? Енді, бұны қалай түсінеміз? Мына жерден жапсырған жерді ашсақ, Іблістің немесе оның балаларының есімі жазылған. Бұл қорғайтын тұмар екен деп ойлайды адамдар. Жоқ, бұл керісінше, ол адамның ішіне кіретін шайтанға есік ашып, зиянға ұшыратады. Сіздерге айтарым, тұмарыңыз болса, дәл қазір ішін ашып қараңыз. Ішінде кесте болса, мынау сияқты. Осындай. Шайтаннан қорған сұрап жатқанның белгісі. Бұл ешқандайда қорғаушы емес. Бұл сізге жасалған қара сиқыр. Бұл белгілерді сиқыр кітаптарынан кездестіреміз. Енді мына параққа қараңыз. Мынау аятул курси. Мұнда бисмиллахир-рахманир-рахим деп жазылған. Кейін аятул курсиді жазған, қатесіз жазылған. Мұнда қараңыз. Я деп Жабрил алейхиссалам, Әзрейл алейхиссалам, Микаил алейхиссалам және Исрафил алейхиссалам аттары жазылған. Олар періштелерді шақыруда. Бірақ қорқыныштысы, мұнда аятул курсиді жазғаннан кейін Әбуса, Сабраса, Салмарса, Садиса. Бұлардың бәрі жынның немесе шайтанның есімдері. Аузу билля. Енді бұл тұмар сөздерін айналдырып қарасақ, бұл жерде бағанағыдан да қауіптірек сөздерді кездестіреміз. Мына жерде Малиқа, махлуқа, алиқа, халиқан, кафиян, шафи. Аузу билля. Жақынырақ келіп түсіріңіз, жазулары анық көрінсін. Мына жерде не жазылған көріп отырсыздар. Бұлардың мағынасы Малиқоның кім екенін білмеймін. Махлуқа, Махлуқо жаратылған. Малиқа, Тағы қайталанып тұр. халиқа. Холиқо жаратушы деген. Яғни холиқо жаратушы дейді. Кафиян, шафиян. Алла ғана кафи, шафи. Ал бұлар мына екі есім кафи, шафи дейді. Кафи деген бүкіл жамандықтан қорғаушы. Шафи кез келген аурудан емдеуші. Аузу билля. Бұл таза ширк, серік қосу. Егер сіз тыйым салынған нәрсені серік қосу амалын орындасаңыз, демек сіз шайтандарға сізге шабуыл жасайтын есікті айқара ашып жатырсыз.
Бүгінгінің тұмары деген осы ағайын. Жын шайтандар сіздің үйіңізге, отбасыңызға, сіздің денеңізге кіретін есікті ашып отырсыз. Бұл қалай десеңіз, сіз Алла Тағаланың қорғауынан бас тартып отырсыз. Тұмар, амулет тағатын адамдар жын шайтанның шабуылына жиі ұшырайды. But then when the Taweezs were opened, we'd seen that in the Taweez there was like one man standing with the left hand forward, left foot forward, Allah's name on the left leg. Also, also when people Тұмар, амулеттерден аулақ бол. Бақсы балгерлерге барма. Құран аяттарын, исламның атын жамылған шайтанның құлдарына жем болма.